Бисмилля. Жалпы біз оқып жатқан кітап шәкірттердің, жалпы есуші адамдардың жалпы әдептері қандай болу керек? Шәкірттің әдептері және ғалымның әдептері. Осы жерде отқан, иншалла, әрбірің ғалымсыңдар, Құдай қаласа, болашақта. Сол кезде сол әдептері бар өзінің, ғалымдықтың. Мысалы, алдыңғы сабақта бірінші сабақты өттік, енді екінші сабақ. Мысалы, алдыңғы сабақта білесіңдер, Омар радиаллаху анхудың сөзі бар: "Таалламул илма", ілім үйреніңдер, ілім алыңдар, "Ва таалламу лаху сакината вал вақар", және сол ілімге сай, жаңағы вақор дегенімізді қалай айттық? Жоқ, қалай дедік алдыңғы сабақта? Мысалы, адам байсалды, бүйтіп не емес. Ғалым адам өзі бір қылжақпас, ондай емес та. Кәдімгі вақор деген жаттадыңдар ма? Вақорды байсалды, сондай болу керек. Салмақты, әдемі. Салмақты, сондай сипатпен не қылу керек? Өзіне сондай сипатпен сипатталу керек. Соны айтып жатыр да. Бұл неде алдыңғы сабақты өтіп кеттік бұны. Енді бүгінгі біздің екінші неміз, бұл екінші алдыңғы сабақта ғалымның жеке өзімен, Алламен мәмілесі жайында болды. Айттық қой біз, Аллах тағалаға кішіпейіл болу керек. Яғни әрдайым іштей ниетін жаңартып отырып, іштей жаңағыдай Аллах тағаланың разылығы деген, және Алла үшін кішірею деген сияқты нәрселерді ғалым адам сондай неғып отыру керек. Ал енді бүгінгі біз өтетін нәрсеміз ан ясуна ал-илма кама санаху уламау салаф. Мына ілімді сақтау керек дейді. Бұрынғы сәләф, ізгі ғұламалар бұл ілімді қалай сақтап кетті, солай сақтау керек дейді. Және бұл ілімді бұрынғы ғұламалар қалай құрметтеді, солай бұл ілімді құрметтеу керек дейді. Жігіттер, сендерге беріліп жатқан ілім, беріліп жатқан жалпы информация, ілім, бұл бір информатика үйренген сияқты. Право айдаған кезде де үйренесіңдер ғой бір нәрсені. Ол сияқты нәрсе емес бұл. Түсінікті ма? Бұл үйреніп жатқан нәрселердің сендердің қасиетті, қадірлі, сондай нәрсе. Түсінікті ғой? Сосын оның біріншіден өздерің соның қадірін біліп, өздерің соның үлкен нәрсені үйреніп жатырмын мен деп, өздерің іштеріңде, жүректеріңде сол нәрсе құрметті болатын болса, иншалла, Аллах тағала соған сай ертең сендерді де құрметті қылып қояды. Айтады, сол айз деген жаңағы құрмет, уәл не деді? Айззата уа шараф, және шарапаттылық деген нәрсені не қылу керек? Соны сезіну керек бұл ілімнің. Фала юзиллуху бизахабихи ва машихи иля гайри ахлихи мин абнаи дуня мин гайри даруратин ау хажати. Енді осы ілімді Аллах тағала сендерге берді ғой. Енді бұл ілімді қорғалуға болмайды, қорлауға болмайды. Қалай қорлауымыз мүмкін оны? Бізге ілім берілді ма? Енді осы іліміміз арқылы дүние адамдарға, бай батшаға, бай адамдарға бір жағымпазданып, алдыларында бүйтіп кішірейіп, солардың бір ақша, бір көзіне түсейін, соның дүниесіне бір бәле беріп қалатын шығар деген сияқты сондай нәрселерді Құдай сақтасын. Ондай нәрсе не қылмау керек? Ондай нәрсе істемеуіміз керек. Бәлкім, біз айттық қой жаңа, бұл ілім деген нәрсе, ол Алланың берген үлкен қадірлі нәрсесі, оны сондай дүниелік нәрселерге қорламауымыз керек. Сол сияқты, мысалы, мына жерде бір нәрсені Хасан Хинди деген ұстазымыз бар, сол кісі айтып кетеді. Мысалы, сенің үстіңде жаңа сәлдең бар, үстіңде шапаның бар, жалпы ғалымдықтың сипаты бойынан көрініп тұр. Мысалы, ғалым болдың делік, немесе бір жерде үлкен ұстаз болдың, дұрыс па? Енді сен сол ұстазыңа лайықты болып жүруің керек. Андай мысалы бүйтіп біреумен күресіп кетіп, немесе енді кейде болады ол, андай көпшіліктің алдында емес, жеке болса онда қатты проблема жоқ. Ешкімге көрінбей деген сияқты. Әдептен аспай. Бірақ сондай салмақтылықты сақтайсың. Енді қара, сол сенің мысалы ғалым деп біледі адамдар, басыңда сәлдең бар, үстіңде ғалымның киімдері бар. Сөйтіп келдің да сен мешіттің артына отырғызып қойды сен. Алдына отырғызу керек еді негізі. Сен артына отырғызып қойды. Сен сол кезде ашуландың. Неге
менің мынау маған берілген ілімді бұлар қор қылды ғой деп ашуландың да. Негізі осы жерде тонкий нәрсе бар, осыны өте мұқият болуымыз керек. Егер сен действительно шынымен де мына адамдар ілімнің қадірін білмеді, ілімнің қадірін түсірді деп ашулансаң, онда бұл ашуың орынды. Өйткені ілім иесіне шынымен де құрмет көрсетілу керек. Түсінесің ма? Бұл деген әркім мені құрметтесін, мені ұлықтасын, мені төрге шығарсын, маған бас берсін деген сөз емес. Сен өзіңе құрметті қаламайсың, бәлкім өзіңе берілген ілім бар ғой, сол ілімнің құрметтелуін қалайсың. Түсіндің ма? Осы екеуін көп жағдайда шәкірттер немесе ғалымдар немесе ғалымдықтың жолында жүрген адамдар түсінбей ажырата алмай қалады. Осы жерде шайтан да жұмыс істеп кетеді. Мысалы делік, жаңағы көрініс, сен келдің, сондай ғалымдықтың сипаты бар, адамдар сені ғалым деп біледі. Сөйтіп келдің да, саған төрді берген жоқ, анау төмен жақты беріп қойдың мысалы. Немесе бір жерге бардың сондай. Сол кезде сен действительно жүрегіңе қарайсың. Ілім үшін, ілімді құрметтедім меді мыналар деп ашуланып кетіп қалсаң, ол кезде сенікі иншалла жүрегіңдегі ниетіңе сай Аллах тағала сауабын жазады, ілімді құрметтеді деп. Ана кісілер соны мысалы не қылды да, сені төрге шығарды. Жаңағы сен айтып жігіттер ілім иесін құрметтеу керек деген сияқты айтып түсіндірдің мысалы. Олар түсінді, ой кешіріңіз, көрмей қалдық, бірден кетеді. Сөйтті сен келіп төрге келіп отырғызды. Сосын тағы бір кісі келді. Сәлдесі бар, тоже ғалымдықтың үстінде киімдерінен белгісі бар да. Сөйтіп келді ғой. Сол кісі келіп ана жаққа оған мән бермеді. Ол да жаңа төменгі жақта отырып қалды. Осы кезде де жаңа кісіге өзіңе ашуланғандай ашулансаң, онда сенің ашуланып жатқаның дұрыс ашулану да. Ілімді құрметтемеді мыналар деп ашуланып жатсың. Сол кезде сен тұрып айтуың керек, ана ғалым кісі келді, оған да төр беріңдер деген сияқты. Түсіндің ме? Ал енді жоқ, жаңа кісі келген кезде нормально ішіңде, главный өзің төрге шығып алдың. Демек бұл жердегі проблема, сен өз-өзіңді ұлықтап жатсың, өз-өзіңе құрмет көрсетуді қалап тұрсың. Ал Құдай сақтасын, пайғамбарымыздың хадисі бар, кімде-кім өз-өзіне құрметті адам нәпсісіне құрметті қаласа, біреу мысалы бір жақтан келдің, біреулер орнынан тұрған қаласаң, мысалы іштейше, мысалы шәкірттерің немесе ертең жамағатың болады, солар іштей, олардың сен үшін саған құрметтеп жаңа тұрған іштей қаласаң, онда проблема. Бұл нәрсені жүректен кетіру керек. Ал егер сен жоқ, олар ілім, Аллах тағала маған берген ілім үшін тұрып жатыр десең, сол үшін тұрып жатыр деп, сонда да отыр деп жаңа кішіпейілдік танытсаң, бұл жерде проблема жоқ. Түсіндіре алдың ба? Осы жер тонкий нәрсе. Шайтан осы жерде жұмыс істеп кетеді. Сол үшін жаңағы бір ғұлама мысалда ғалым келіп отырды ма, оны да құрметтеп, оған да сен ашулануың керек, оны да төрге шығаруың керек та. Ол кісінің орны ол жерде емес, ол жер мына жерде отырады деп. Сол үшін бұл нені қайдан аламыз біз? Мысалы Ибн Аббас деген сахабаны білесіңдер, үлкен кісі, бұл ғалым кісі. Бұл кісі Муаз ибн Джабал деген үлкен ғалым сахаба болған. Сол ғалым сахабаның жаңа жылқысының жүгенін жетектеп сөйтіп жүретін болған. Сол кезде бүйтіп айтады ол кісі. Муаз деген ғалым кісі айтады, әй Ибн Аббас, пәленкес, сіз олай жасамасаңызшы, сіз дейді пайғамбарымыздың жаңағы туысқаны болып келеді ғой. Пайғамбарымыздың көкесінің несі? Баласы. Иә. Көкесін, иә. Сол айтады, сен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әулетіненсің ғой. Сіз олай өз-өзіңді бүйтіп қор қылмасаңызшы, не істемеңіз, менің жүгенімді, жылқымның жүгенін ұстамаңыз. Керісінше сізді жаңағы келіңіз жылқыға отырғызайын дейді да. Сол кезде айтады, жоқ дейді, Ибн Аббас айтады. Біз ғұламаларды құрметтеуге осылай бұйырылғанбыз дейді. Яғни ғұламаларды құрметтеуіміз керек дейді. Сол кезде Ибн Аббас сахаба, ол да жаңа пайғамбарымыздың әулетін құрметтеуді біледі ғой. Пайғамбарымыздың әулетін құрметтеймін деп жаңа аттан түсіп, ол кісінің қолын сүйген екен да. Жаңа ғалым Муаз ибн Джабал, ол кісі Ибн Аббастың қолын сүйген екен. Екеуі көрдің бе, бір-біріне сондай үлкен әдепті көрсетті. Сөйтіп айтты ғой, сол ілімді қорламау керек. Қалай қорлайды десе, жаңағы бай, жаңағы патша, сондайларға бармау керек дейді. Не үшін барады? Мақсаты, барған кезде дүниені қалап, олардың жаңа көзіне түссем екен деген сондай мақсатпен баруға болмайды. Ол кезде ілімді сен қорғыласың. Ал егер дарура үшін барсаң, немесе қажеттілік үшін барсаң, шариғатта дарура, хажа деген нәрсе бар.
или қысқаша түсіндіріп кетейікші. Дарура деген нәрсе, егер бұл дарура деген нәрсе болмаса, адам өліп қалуы мүмкін. Мысалы, адам аштан өлсе, доңыздың етін жеуге де болады, дұрыс па? Сол дарура соны айтады. Хажа деген нәрсе бар, жоқ, адам хажа деген нәрсе болмаса өлмейді, бірақ қиын болады. Түсінікті ма? Бұның мысалын неғылмай ақ қойшы. Түсінікті, осындай дарура хажат деген нәрсе бар. Егер сол дарура үшін барса, бір ғалым кісі дүние адамына немесе бір сондай бай патшаға барса, бір қажеттілік дарура үшін немесе қажеттілік үшін болса болады. Түсінікті ма? Тағы ілімді қорлаудың тағы бір көрінісі қандай екен? Өзінің шәкіртіне бару тоже ілімді қорлау болып саналады екен. Сол үшін білесіңдер ме? Имам Мәлик бір Харун Рашид деген патша болады. Харун Рашид деген патша үлкен, бүкіл жаңағы мұсылмандардың патшасы. Сол кезде айтады, ей ғалым имам Мәлик, не істеңіз дейді. Менің сарайыма келіп, мен және менің балаларым сіздің кітабыңызды, Муатта деген кітабы бар ол кісінің, сол кітабыңызды бізге үйретсеңізші, бізге ілім беріңіз дейді. Имам Мәликтің несін қараңдар, жоқ дейді. Әл-илму ю'та ва ла я'ти дейді. Ілім оған келу керек дейді. Ілімге былайша айтқан кезде ілім бармайды дейді да. Түсінікті ме? Осындай нәрсені айтады. Бұл бір. Түсінікті ме? Енді бірақ тағы бір таяқтың екінші бір ұшы бар. Имам негізі мына жерде мәтінді оқу керек еді, сәл созылып кетейін деп тұр ше. Қалай қыламыз жігіттер? Мейлі оқи берейік, егер тамаққа кетемін десеңдер кете беріңдер. Өздеріңдер жігіттер. Енді қара бүйтеді. Әу иля мән ятаалламуху, жаңағы бір шәкіртке баруға тоже болмайды дейді, үзірсіз, иә. Минху ва ин азума ша'нуху ва кабура қадруху. Мейлі ол жаңағы шәкірттің жаңағы мәртебесі асып тұрса да, әулие болса да деп тұр. Баруға болмайды дейді. Ілім үйретуге, бәлкім ол өзі келу керек дейді. Бірақ бұған керісінше пікірді айтады қазір. Хорошо? Жаңағы мынандай суреттерде болады баруға деген сияқты. Енді кетеді. Кім айтады? Қала Зухри, имам Зухри деген үлкен ғұлама айтады. Хауанун бил илми ан яхмилаху ал-алиму иля байтил мутааллим. Ілімді қорлапты дейді. Кім? Ал-алим, ғалым адам. Кім қалай қорлайды? Иля байтил мутааллим. Шәкірттің үйіне бару арқылы ілімді қорлапты дейді. Осы нәрсені Зухри деген ғалым айтқан. Ва ахадитhu ас-салаф, салафтардың осыған байланысты сөздері фи хаза ан-науи касиратун, өте көп. Ва қада ахсан ал-қаил Абу Шужа ал-Джурджани. Джурджани деген кісі мынандай өлең шумақтарын айтады. Не деп айтады ол кісі? Валам абтазил немесе валам абзил десе де болады. Фи хидматил илми мухджати. Мен дейді, мынау ілім, жалпы бұл кісі айтып жатыр да, мен ілім алдым дейді. Бірақ бұл ілімді алған кезімде мен бір жолыққан адамның бәріне қызмет қыла беру үшін, оларға бүйтіп жағымпаздана беру үшін, олардың жағдайын жасау үшін алған жоқпын бұл ілімді дейді. Ләкин бәлкім дейді, алайда ли ухтама, бәлкім қызмет маған қылсын деп ілім алынады дейді. Бұл жерде жаңағы айтып жатқан нәрсе тонкий түсіну керек жігіттер, жарай ма? Бұл кісі өз-өзін ұлықтап, өз-өзін мені құрметтеңдер деп жатқан жоқ. Бәлкім Аллах тағала маған берген ілімді, бұл Алланың берген ілімі ғой. Құран, сүннет деген нәрсе бұл ұлық, қадірлі нәрсе. Осы қадірлі нәрсені құрметтелу үшін алдым дейді ол ілімді. Ашқа бихи ғарсан ва ажнихи зүлләтан идан фаттибаул жахли қад кана ахзама. Егер дейді, мен дейді, сол ілім алып, және сол ілімге былай шатқан кезде әркімге бір қызмет етіп, әркімнің бүйтіп қол астында жүретін болсам, онда дейді мен қор болғаным ғой дейді, ілімді қорлағаным ғой дейді. Олай болса, мен ілімді олай қор болып жүретін болсам, онда ілім алмай қойғам жақсы ғой деп айтады. Ілім алмай қойғам жақсы ғой, қор болып ілімді қорлап жүретін болсам дейді. Уәләу әнна әхләл илми, егер де дейді, ілім иелері дейді, ғалымдар айтып жатыр. Сонуху, егер де ілім иелері ілімді қорғағанда еді, ілім де оларды қорғайтын еді. Уәләу аззамуху, егер де олар ілімді құрметті ұлықтаса, финнуфуси, өздерінің іштерінде, ла узима, онда ілім құрметті болар еді дейді.
түсінікті ма? Бұл бірінші қағида дейді. Енді осы қағидаға қарсы демей-ақ қояйық, осының керісіншесі ғой. Кеттік. Егер де бір қажеттілік туындаса, иля залика деген не ол? Бір шәкіртке барып сабақ беру. Сол қажет туындаса. Ау дарурат, немесе дарура пайда болса. Осы дарура мен хажаның айырмашылығын жігіттер ұстаздарыңнан тағы бір сұраңдар, хорошо? Терең кірген жоқпын. Дарура, хажа деген нәрсе. Ау немесе иқтадатху маслахатун диниятун. Немесе бір діни пайда болса. Раджихатун аля мафсадати. Бір мына жақта бір екі таңдау тұр да ғалымда. Екі таңдау тұр. Мына таңдау дін, бұл жерде дін ұлық болайын деп тұр. Мына жақта сол дін қорланайын деп тұр. Сол кезде осын таңдаса, осы таңдауда шәкіртке бару, немесе бір байбатшаға бару болса, онда болады дейді осы бір жағдайда. Мысалы, бір үлкен бір бай кісі мысал делік. Бірақ бұл кісі жаңағы Құдайдан қорқатын, тақуалығы бар, сондай кісі да. Бірақ бұл кісінің енді шаруалар көп, дүниесі көп болғаннан кейін уақыт жоқ қой, тығыз таяң. Сол кезде сіз өтініш қылады да, мысалы сендерге. Пәленкес осындай келіп үйіме балаларыма сабақ бере аласыз ба, уақытыңыз табыла ма деген сияқты. Немесе өзіме келіп не қыла аласыз ба деп өтініш қылып жатыр. Егер осы кезде сен ниетіңді дұрыстап алып, мен бір дүние үшін, оған бір жағымпаздану үшін емес, Құдай сақтасын. Ондай мақсатта емес. Бәлкім ол кісіге иншалла дінді жеткізсек, ертең оның артында үлкен пайда тұр. Дұрыс па? Құдай қаласа ол ертең діннің ұлық болуына, ілімді жаңа көтеріп жүретін адамдарға көмектеседі ол. Өзің жеке басыңа емес, Құдай сақтасын. Дінге қызмет қылады деген сияқты. Дінді ұлықтайды деген сондай бір ниетті дұрыстап алып баратын болсаң, осы жерде болады дейді. Түсінікті ма? Үлкен нәрсе, тонкий нәрсе жігіттер. Ажырата алмай қалуы мүмкін. Міне бұл менің сөзім емес, бұл жаңа Ибн Жамаа деген осы кітаптың сөзі, кітапта келген сөз. Айтады, міне диниятин раджихатин аля мафсадатин базалаху. Онда ол не қылады? Өзінің ілімін жұмсайды. Яғни сояққа барады. Ва хасунат фихи ниятун салихатун. Жаңа ниеті салихал, ниеті дұрысы болса, фала бәса иншааллаху таала. Онда іштен кетпейді дейді. Фала бәса, іштен кетпейді. Ва аля хада. Осы қағиданы түсіндік па? Енді кейбір, мысалы, имам Зухри сияқты, имам Зухри, немесе имам Зухридің өзі, имам Шафиидің өзі, немесе басқа да ғалымдар патшаларға барған кезі болған. Ілім үйрету үшін, оларға насихат айту үшін. Түсінікті ма? Оны біз андайға түсініп алмауымыз керек. Олар, Құдай сақтасын, дүние үшін, басқа үшін бір өз-өзіне бір жағдай, комфорт не қылу үшін барды емес. Бәлкім жаңағыдай мақсатпен барды. Түсінікті ма? Ол жерде не маңызды ниет болып тұр, короче. Міне айтады, осы біздің жаңағы түсіндірген қағиданы осыған уаля хада юхмалу ма жаа ан баъди аиммати салаф, кейбір салаф имамдарынан келген осы бір нәрселер осыған қарай ихтимал қылынады дейді. Минал маши илал мулук, патшаларға барған, ва улатил амри, және сондай әкім, патшалардан төменгі сондай әкім, сондайларға барған, кат Зухри ва Шафии сияқты ғалымдар, ва гайрихима, олардан басқа ғалымдар, ла аля аннахум, олар мынандай мақсатпен барған жоқ. Қосаду бизалика фудул ал-агради ад-дүниявия. Дүниелік бір болмашы артық нәрселерді қалап барған жоқ. Ваказалика, сол сияқты, иза канал мактию, егер де айтады, бір жаңағы шәкірт дейді. Егер шәкірт минал илми ва зухди фил манзилати ал-алия, егер шәкірт сондай бір әулие болса, немесе шәкірттің бір атақ мәртебесі артып кеткен болса, мысалда, ол кезде ғалым адам сол шәкіртке баруға болады дейді. Егер сондай әулиелік болса ол шәкіртте, мейлі ұстазының яқта ілімі көп болып тұрса да, бірақ шәкіртке жаңағыдай мақсатта барады. Уәл махалли руфи, сондай несі болса, фәлә бәса биттараддуди, баруына рұқсат дейді. Илайхи, ол шәкіртке, нешін ли ифадатихи, оған жаңағы ілім беру үшін, оған пайда келтіру үшін, я. Так. Фақот кәні, өйткені Суфиян ас-Саури деген кісі, үлкен ғалым кісі. Өзінің шәкірті не баратын? Ямши иля Ибрахим ибн Адхам деген кісіге баратын. Суфиян Саури, бұл кісі, үлкен ғалым ғой. Сол кісі Ибрахим ибн Адхам деген шәкірті болса да баратын ол кісіге.
وكان أبو عبيد деген тоже үлкен ғалым кісі ямши иля али ибн әл-мәдини деген кісіге шәкірті болса да баратын, юсмиуху, оған естіртетін, ғариб әл-хадис, хадистердің ғариптарын естіртетін. түсінікті ма? Ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.